Бәріңізге сәлем. Бүгін біз текстті центрге қоюды үйренеміз. Ол үшін бізге оң жақ панельде Align деген меню керек болады. Егер ол сізде жоқ болса, менюді басасыз, Align дегенге галочка қоясыз. Текстімізді белгілеп аламыз, Alignға кіреміз, және осындай бізде менюлар бар. Align left дегенге бассаңыз, сіздің текстіңіз сол жаққа қарай кетеді. Align right дегенді бассаңыз, оң жаққа кетеді. Align top үстіге, Align bottom астыға. Егер осы екеуін, центрдегі екеуін бассаңыз, бізде вертикальны центрге қояды, мынау горизонтальны центрге қояды. Центрге қоюдың басқа да жолы бар. Ол бізде клавиш арқылы Ctrl Home дегенді бассаңыз, сізге центрге қойып береді. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта біз опорный точка жайлы айтатын боламыз.